Осы ютубке тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Қазақ халқы қазір бір үлкен сын сағатқа тура келіп отыр. Мысалы, Астанада міне талон болмаса бензин, газ құя алмай қалған жағдай басталды. Осыны 1,5-2 жылдың алдында айтты. Ескеуге бензин таба алмай қаласыңдар дедім. Келе жатыр. Енді бензинді, газды талонмен Астанада құйып жатқан болса, елдің орталығында, бас қаласында осындай жағдай болса, ол ертең бүкіл республикаға тарайды. Ал бензин, газ дефицит болып, қол жетпес болып бастаса, онда тасымал құны қымбаттайды. Онда заттың бағасы өседі. Қазақстанды алда үлкен жоқшылық, үлкен таршылық, үлкен қымбатшылық, үлкен бір апалаң-топалаң заман күтіп отыр. Оны мен болсын деп тұрған жоқ, бірақ осыған апара жатыр. Соғыс Қазақстанның іргесіне келді. Орыс біраз нәрсесін Каспий арқылы істеп жатыр, Каспий теңізі. Енді украиндер Каспийді атат дедім, міне басталды. Енді Ақтауға қарай дрондар ұшып келеді дедім, басталады енді. Қысқасы, менің болжалдарымның қайсысы келген жоқ, сол келеді. Аузға жылан жұмыртқаласын деді. 2020 жылдың январының 1 күнінде дабыл қақтым. Жаман ауру тарады Қытайда. Шекараны жабу керек. Қытайда адамдар қырылып жатыр дедім. Ой, жағыңа жылан жұмыртқаласын деді. Осы сөзді айтқандардың өздері қазір міне құйрығын құм басып қалды. Жағына жылан жұмыртқалады. Олардың жағына жылан жұмыртқалап кетті. Менің жағыма емес. Қытайда геноцид басталады. Қашыңдар қазақтар. Қазақстан шақырғанда келмесең, ертең тас басып, босып келесің дедім. Айттым ба? Қазақтар босып келді ма? Келді. Қытайда геноцид басталады дедім. Мен 2013 жылы дабыл қағып, жылап, зарлап айттым. Анығында 2009 жылдан бастап 1001 сапар онлайн кітабымда мен Қытайда геноцид басталады деп айттым. Аудио лекцияларымда 2013 жылы айттым. 2013 жылы аудио лекциямда Қытайда геноцид басталады деп айтқан себебім, Тибетті қынадай қырған коммунисті Шыңжанға губернатор қылып, бас хатшы қылып, компартияның жетекшісі қылып тағайындайды деген сыбыс шыққанда, ол кеше Тибетті қан қақсатып, қынадай қырып, манақтарына дейін күйіктен өздерін өртеп өлтіретін жағдайға жеткені мен білетінмін. Неге? Мен ағылшын тілді ақпаратты көріп отыратым. Енді сол күн Шыңжанға келді, қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға келді енді. Енді өстейтін болды дегенде ел айтты, жағыңа жылан жұмыртқаласын деді. Арты не болды? Ақырында осымен тағы да біз күрестік. Әлемге жеткіздік. Енді мынау Трамп деген адамнан бір нәрсені Қытай мәселесі бойынша айтуға болады. Біріншісі, бұл 18 жылы Қытайға санкцияны салды. Мен 16-17-дегі аудио лекцияларымда айттым. Қытайға санкция салады. Қытай енді Еуропа мен Американың құрсауында қалады деп дабыл қақтым. Ел күлді. Күнделікті жаңағы шетелдің ақпаратын шолып отыратын жігіттер жекеме шығып, қоңырау шалып, секе осы түс көресің ба? Секе осы жұлдыз қарайсың ба? Жоқ, қандай шөп шегесің деген жолдастарым болды. Маған әзілдеп, секе осы қандай шөп шегесің? Айтшы. Осы не Қытай деген міне аспан құшып бара жатыр, дамып бара жатыр. Ана өнеркәсіп мұнша миллиард, мына өнеркәсіп мұнша миллиард. Міне Еуропада анау ең атақты деген көлік компанияларын мынасын Қытайдың анасы сатып алды, анасын Қытайдың мына компаниясы сатып алды. Міне Нью-Йорк қор биржасындағы ең жылдам өсетін компания Қытайдікі болды. Әне айтты, битті деді. Мен айттым, жоқ, санкция салады дедім. О кезде санкция деген сөздің с деген әрібі де жоқ еді. 18 жылы салғыздық. Міне, біз салғыздық. Қытайдың жасаған геноцидін әлемге әшкерелеп отырып, біз салғыздық. Міне. Енді соны салған Трамп, сол билікке келді. Енді байқадыңыздар ма? Қытайда қазақтарға қайтадан қысым басталды. Жаппай тұтқындау жүріп жатыр. Оны өткенде мен лекциямда айттым. Бұл арада қайталап айтамын. Осыдан 3 күн ба 4 күннің алдында біз Американың Radio Free Asia ақпаратында тағы да жаңағы лекциямызды айттық.
Ол American Radio Free Asia-сын жеткізбеген екен ғой. Мен жазамын деп жазбаппын. American Radio Free Asia-сында біз ата жұрттың азаматтары, Бекзат Мақсұтхан бар, мен бар, тағы басқа азаматтар Radio Free Asia-ның журналистеріне сұхбат беріп, өте көлемді ақпарат жарияладық. Онда мынау Қытайдағы қазақтардың бетке ұстар зиялы азаматтарын жаппай тұтқындап жатқанын, тіпті Қытай компартиясына адал жұмыс істеген, Қытай компартиясының маңызды мемлекеттік партиялық органдарында жұмыс істеген, Қытайға жүрегімен берілген, басшылық қызметте істеген қазақ азаматтарды тұтқындап жатыр. Олардың бар айыбы ұлты қазақ болған. Тіпті Қытай коммунистік партиясының партия орган үгіт насихат бөлімінде жұмыс істеген қазақтың зиялы азаматтарын тұтқындады. Осылардың аты жөнінің бәрін біз Америка конгресіне тіке қарасты Radio Free Asia, яғни Азат Азия радиоблогында жарияладық. Енді бұл деген сөз Қытайда қысым күшейді. Осы 2024-тің сәуір айынан бастап Қытайда біраз зиялы жігіттерден обалды қып тұтқындап жіберді. Не бір кітап жазған, ғылым қуған, редактор, журналист болған, ақын, жазушы болған, тележурналист болған, продюсер болған, тарих зерттеген, жердің астын қазып, неше түрлі қазақтың құнды жадыгерлер туралы әлемге әйгілі ғылыми зерттеулерменен таныстыру еңбектерін жазған небір азаматтар міне нақақтан нақақ сотталып кетті. Осының барлығын көре отыра, енді мына Трамптың шығуына байланысты мен айтам, Трамп бұрын Қытайға санкция салып бастаған, бірақ Трамптан кейін Байден шыққанда қатты түңіліп едік. Мынау енді Байден ол кезде Трампты жеңіп 20-шы жылы Байден билікке келгенде Қытай біздің жауымыз емес, Қытай біздің досымыз деген болады. Бірақ бұл Байден шал күліп отырып жаны алды. Оның Қытайға салған санкциясы Трамптың санкциясынан асып кетті. Енді Трамп санкция салғанда әне салам, міне салам деп бай баламдатып, қырамда жоям деп шаңдатып, дауылдатып, нөсерлетіп, борандатып, құйындатып, желдетіп, сөйтіп тұрып санкция салды енді. Ал Байден күліп тұрып арқаға Қытай біздің досымыз. Енді анау чипке саласыңдар, шонда чип бермеңдер. Ана оқу ағарту саласына жібермеңдер ана. Деп екі рет ұшақпен мына заңсыз көшіп келген қытайларды қайтарды. Оны жарайды, студенттердің визасын бекерлеп отырып, қайтарып тұтқындады. Бұл шал күліп отырып, жай бүйтіп, мұрнынан мінкілдеп отырып, біраз нәрсе істеп тастады. Бұл сөйтті. Енді Трамп келді, қазір Қытайдың басы қатып отыр. Мысалы, Трамп сайлап жеңіске жетуге аз қалған кезде мен Фейсбукте түнімен ұйықтамай, WhatsApp канал, Telegram канал, Facebook парақшам, және мына ата жұрт ақштың коммунити, яғни қауымдастық бөлігінде мен жаздым. Не деп жаздым? Ши Цзиньпин жылап отырған шығар деп. Мен жаздым, Путин қуанып жуып кеткен шығар деп. Енді бұл Трамп анығында Ши Цзиньпинмен қатты ұстасты. Тіпті алдыңғы жолғы бұның жеңілуіне де сол Ши Цзиньпин таратқан коронавирус себеп болған болуы мүмкін.